Бауырсақтарды пісіріп болдым. Яғни воздушный болды дөңгелек. Бір қолмен үзе алмай тұрмын. Қазір. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бауырсақ жасайтын боламыз. Бір жасағаннан ең күшті шығатын бауырсақтың рецепті. Бұл жақта су мен сүтті бірде-бір қосамыз. 200 грамм сүт қоссаңыз, 200 грамм су қосыңыз. Астына рецепт толығымен жазып кетем. Дрожж, шекер, тұз, бір жұмыртқа барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып ситадан ұнды өткіземіз. Міне барлығын жақсылап араластырдық. Майонезімізді полностью ертіп аламыз осылай. Енді ұнымызды саламыз. Міндетті түрде ситадан өткізіңіздер, сол кезде бауырсақтарыңыз үлпілдеп тұрады прям. Қамырымызды жұмсақтауға билейміз. 2 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Арасында қамырды қайтарып тұруды ұмытпаймыз. 2 рет міндетті түрде қайтарыңыздар. Және 2 рет қайтарған қамырымыз дайын болды. Мен бір зуалақ лайықтап істедім. Енді қамырымызды жаямыз. Бауырсақтарыңыз тығыз болсын десеңіздер, қамырды қалыңдау қылып илеңіздер. Мен жұқалау қылып иледім. Арасы үлпілдек болсын деп. Міне осындай дөңгелектер пайда болды. Кесемен де кессеңіздер болады. Осылай бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутке қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін бауырсақтарымыз осындай болды. Қызып тұрған майда, орташа отта пісіріп аламыз. Қатты отқа пісірмеңіздер, бауырсақтарыңыздың арасы шикі болып қалады. Орташа отқа қойып пісіріңіздер. Міне енді біздің бауырсағымыз дайын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен, как всегда, болған Маржан. Келесі кездескенше.